Сәлеметсіздер ме оқушылар? Ана тілі 1-ші сынып 60-шы сабақ. Бүгінгі сабақтың тақырыбы сөз және оның мағынасы. Балалар, сабақты бастамас бұрын менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпа. Олай болса, бастайық. 1-ші жаттығу, мәтінді оқы. Дидар ұқыпты бала. Дидар күнде ерте тұрады. Терезені ашып, бөлмесінің ауасын тазартады. Төсегін өзі жинайды. Киімі үнемі таза болып жүреді. Дидар ұқыпты, тиянақты бала. Осы мәтіннен мағынасы жақын сөздерді тап. Мағынасы жақын сөздер дегеніміз дыбысталуы әртүрлі, бірақ мағынасы бірдей сөздер болып табылады. Ол сөздер бұл мәтінде таза, ұқыпты және тиянақты деген сөзге сай келеді. Себебі олардың дыбысталуы әртүрлі болғанымен, олардың үшеуінің де мағынасы ұқыпты деген мағынаны білдіріп тұр. 2-ші жаттығу, сөйлемдерді көшіріп жаз. Мақта өсімдік. Сен досыңды мақта. Қой жайылып жүр, кітапты орнына қой. Жазылуы бірдей, мағыналары әртүрлі сөздердің астын сыз. Жазылуы бірдей сөздер мақта, бірақ екеуінің мағынасы екі түрлі. Бірінші мақта деген сөз өсімдік туралы, екінші мақта деген сөз ол іс қимылды білдіріп, яғни сен досыңды мақта деген мағынада. Қой жайылып жүр, кітапты орнына қой дегенде қой екеуі мағыналары әртүрлі сөздер қатарына жатады. Біріншінде ол бізде жануарда, үй жануарын айтып тұрса, екіншінде ол іс қимылды айтып тұр. Олай болса, осы сөздердің астын сызамыз. Енді жұмыс дәптерінің 60-шы сабағында берілген 1-ші және 2-ші тапсырмаларды орындап алайық. 1-ші тапсырманы ұқыпты зерек деген сөзді соңына дейін жақсылап жазып аласыз. 2-ші жаттығудағы мына сөйлемдерді осы орынға жұмыс дәптеріне орындайсыз. 3-ші жаттығу, сөздердің қарсы мағыналы сыңарын тап дейді. Бірінші бізде ұзын, күшті, үлкен, қысқа, әлсіз, кіші деген сөздер берілген. Олардың қарсы мағынасы сыңарын табайық және мағынасын ашайық. Ұзын, қысқа, яғни біреу ұзын диван, екінші қысқа диван дегенде қолданылады. Үлкен, кіші, яғни үлкен алма, кіші алма дегенде де қолданылады. Әлсіз, күшті дегеніміз біреу әлсіз, біреуі күшті, мықты деген мағынаны білдіріп тұр. Жұмыс дәптерінің 8-ші бетіндегі соңғы тапсырманы орындайық. Көптікнен орнына жақшадағы сөздің бірін қойып, көшіріп жаз дейді. Бұл алғыр бала. Бұл зерек бала деп жазсаң да болады. Балалар екеуі де сай келеді. Сондықтан қайсысын қалайсың, соның бірін ғана таңдап жаза бер. Айжан сұлу қыз. Ескі кітаптарды да жыртуға болмайды. Сөйлемдерді жұмыс дәптеріне орындап жазып ал. Осымен бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Келесі кездескенше сау бол.